Саламатсыздар ма, оқушылар? Дарынды балаларға арналған мамандандырылған номер 90 мектеп гимназиясы. Информатика пән мұғалімі Джаганова Нұргүл. Бүгін біз 7-ші сыныпқа 3-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы файлдардың форматтары. Сабақтың мақсаты файлдарды құру және әртүрлі форматта файлдарды сақтай алады. Файлдармен орындалатын негізгі әрекеттерді білдіреді. Файлдың типін бір форматтан екінші форматқа ауыстыра алады. Бүгінгі тақырып бізде оқушылар файлдардың форматтары. Файл деп компьютердің сыртқы жадына сақталған ақпараттар жиынтығын атаймыз. Компьютердің сыртқы жадына жазылған ақпараттардың бір-бірімен араласып кетпеу үшін файлдың қызметі ерекше. Файл атауы және типі арқылы сипатталады. Windows амалдық жүйесінде файлдың атауы 255 символдан аспайды. Файлға атау қоюды, яғни бізде мынандай символдардың қолдануға болмайды. Леп белгісі, сұрақ белгісі, сызықша, үтір, нүкте және де басқа символдарды қолдануға болмайды. Файл атауының кеңеймесі, яғни расширение, файл атауындағы нүктеден кейін жазылады. Файлдың кеңеймесі файлды сақтауды деректердің типін білдіреді. Мысалы, Word'та файл және бумамен жұмысы, файлдың атауы, яғни файлға атау береміз, және кеңейтілімі ол doc. Файл бұл аты бар байттар тізбегі. Файлдың аты сол жақ бөлігі аты, оң жақ бөлігі, типі, яғни файлдың кеңейтілімдері. Мысалы, Word, Pad мәтіндік редактордың кеңейтілуі, бірінші, doc. Paint графикалық редактордың кеңейтілуі, BMP. Үшінші, Excel кестелік процессордың кеңейтілуі, XLS. Төртінші, блокнот бағдарламасының кеңейтілуі, TXT. PowerPoint қолданбасының кеңейтілуі, ол PPT. Бұлардың барлығы біздің оң жақ, яғни файлдың кеңейтілімдері, ал сол жақ бөлігі ол атауы. Енді оқушылар, мына жерде файлдың пішімдері. Мына жерде қарайықшы, doc, exe, pass, jpg, mp3, avi, яғни кеңейтілімдері, әр өзінің атаулары бар. Мысалы, doc, мәтіндік ақпараттардан тұратын файлдар пішімдері, форматтары, txt, rtf, doc. Орындаушы программа файлдың пішімдері, ол бізде exe.com. Программалау тілдерінің кодынан тұратын файлдар пішімдер, яғни bash, pass, spp, яғни бұл программалау пішімдер. Графикалық ақпараттардан тұратын файлдар пішімдері bmp, gif, jpg, png, яғни бұл суреттер, бейнелердің пішімдері. Енді дыбыс және музыкалық ақпараттардан тұратын файлдар пішімдері WAV, MP3, MIDI, CAR, яғни бұл дыбыстық музыкалық әуендердің пішімдері. Енді бейне редактордан тұратын файлдар пішімдері AV, MPG, MOV, яғни AV, бейне роликтерді, бейне таспаларды айтамыз. Осы бейне таспалардың әр өзінің пішімдері, кеңейтілімдері, яғни атауларымен бар. Енді мына жерде қарайықшы оқушылар, файлдың кеңейтілімі, файлдың атауы. Мына жерде файлдың кеңейтілімдері қандай? txt, docx, dotx, rtf, мәтіндік файлдар, WordPad, құжаттары, exe.com, программалар және қолданбалы файлдар, bat, командалық файл, BMP, JPG, графикалық қолданбаның файлдары, HTML, веб, интернет парақшасы, RAR, zip, мұрағаттық файлдар, жүйелік
Файл WAV фонограф қолданбаның дыбыстық файлы. AV бейнебаян видеоклип, XLS Excel кестелік процессорының құжаты, PPTX, PowerPoint қолданбаның презентациялар. Көрдік пе? Әр файлдың өзінің кеңейтілімі және атауы бар. Ал енді кейбір кең таралған графикалық форматтар WMP, JPG, PNG, компьютер графикадағы бейнелер келесідей растрлық, векторлық, фрактальдық және үш өлшемдік түрлерге бөлінеді. Файлдың графикалық форматы сол графикалық файлды сақтау кезіндегі мәліметтерді орналастыру тәсілдерін анықтайды. Файлдарға жазу кезінде растрлық бейнелердің және векторлық бейнелердің өзіндік форматтары болады. Растрлық бейнелер бір файлдар көлемі үлкен болады. Тасымалдау кезінде бұл ыңғайсыздау болуы мүмкін. Сондықтан графикалық файлдарды қысып тығыздау жиі пайдаланылады. Мына жерде қысу, файлдарға ақпараттық мазмұнын сақтай отырып мәліметтер көлемін кішірейту. Файл бұл өзіндік атымен кеңейтілу форматы бар сыртқы мәлімет жинақтауышта сақталатын ақпарат. Файл форматы файлда сақталатын ақпараттар типі жайлы мәлімет операциялық жүйе формат арқылы файлды қандай программамен ашуға болатынын біледі. Енді оқушылар, білесіңдер ме, CD дискілері алғаш рет 1980 жылдары шығарылған болатын. Оның 650 мегабайт көлемінің таңдалу себебі дискіге Бетховеннің ұзақтығы 74 минуттық 9 симфониясы сиятындай болуы тиіс еді деген сөзі бар. Бұл жерде бізде дискіні қалай құрылуы. Енді бізде графикалық файлдардың кеңейтілімдері WMP, PNG, JPG. Бұл бізде графикалық файлдар, бейне файлдардың кеңейтілімдерін атауын атаймыз. Ал енді ары қарай файлдармен орындауға болатын ережелерді міндетті түрде сақтаймыз, оқушылар. Бізде көшіру, орын ауыстыру, өшіру, атын өзгерту, жасау. Осылай ережелерді біз міндетті түрде оқып сақтаймыз. Мысалы, көшіру файлдың көшіру кезінде сол файлдың көшірме нұсқасы пайда болады. Орындау, орын ауыстыру файл дисктегі орнын сақтайды, файл жүйесіндегі мекен жайы өзгереді. Өшіру файл қоржынға, яғни корзина өткізілмеген дискте қалады. Файл жүйесінде ол туралы ақпарат өшеді. Атын өзгерту файл өз орнында тұрады. Файлдың файл жүйесіндегі аты өзгереді. Жасау жұмыс жасап жатқан программаны көмегімен жаңаша сақтау. Негізгі файлдармен, яғни әрекеттер ережеге сай орындалады. Бұл бізде файлдарын орындауға болатын ережелер. Ал енді файлдық жүйе амалдық жүйенің негізгі бөлігіне жатады. Оның көмегімен сыртқы жадқа немесе тасымалдағыштарға файлды сақтау, файлдар алмасу жұмысын ұйымдастырады. Файл жүйесі бір деңгейлік және көп деңгейлік болып екіге бөлінеді. Бірінші типті немесе белгілі бір тақырыпқа біріккен файлдар тобын бір жерге жинақтап, қапшық жасауға болады. Қапшық дегеніміз файлдарды өзіне жинақтайтын объект. Жұмыс үстеліне жаңа қапшық жасау үшін тінтіру көмегімен контекстік мәзірдегі жасау создать қапшық папку командаларын орындаймыз. Мына жерде бір деңгейлі, яғни көп деңгейлі иерархиялық папкалар, яғни қапшықтар бар. Осы қапшықтар бізде, яғни файлдар сақталынады. Әр қапшықтың, яғни файлдың өзінің атауы болады, оқушылар. Осыны біз ережені міндетті түрде есімізге сақтаймыз. Енді сіздерге оқу тапсырмасы. Мен төмендегі файл кеңейтіліміне сипаттама беріңіздер дейді. Енді оқушылар, файл кеңейтілімі, яғни қандай кеңейтілімі,
қандай сипаттамасы беріледі? Осыны орындаймыз. Біз жоғарыда айтып кеттік қой. Әр өзінің кеңейтілімі, қандай кеңейтілім, қандай атауы бар. Соны жазып кетеміз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, оқушылар.